Hello everyone. Бүгінгі біздің талқылайтын сабағымыз Model Check 4, 48-ші беттегі бірінші тапсырма. Read and choose. I fight fires. I am a firefighter. Сөйлемді оқып, кімнің кім екенін жазуымыз керек. Біріншісі, I help animals. I am a vet. Мен жануарларға көмектесемін. Мен жануарлар дәрігермін. I make cakes. I am a baker. Мен торттарды жасаймын. Мен нан пісірушісімін. Baker кондитермін. Үшіншісі, I grow vegetables. I am a farmer. Мен көкөністер өсіремін. Мен фермермін. I help sick people. I am a doctor. Мен ауырған адамдарға көмектесемін. Мен доктормын. I sell fruit and vegetables. I am a greengrocer. Мен көкөністер және де жеміс-жидектер сатамын. Мен жеміс-жидектер сатушысымын. Екінші тапсырма look, read and match. Бұл жерде осы заттардың атауын табуымыз керек. Біріншісі ол helmet A, шлем. Екіншісі bag, сөмке C. Үшіншісі трактор E. Төртіншісі uniform, униформа D. Бесіншісі van, ол фургон B. Exercise 3. Үшінші тапсырма read and underline. Бұл жердегі how many, what, whose деген сияқты есімдіктердің біз дұрысын таңдап жазуымыз керек. Where's my bag? I can find it. Менің сөмкем қайда? Мен оны таба алмай жатырмын. Оны деген бізде it. Who немесе whose hat is this? Бұл кімнің бас киімі? Кімнің деген ол бізде whose болады. This is my van. Ережеге сай mine деген сөз ол тек сөйлемнің соңында келеді, сондықтан this is my болады. Үшіншісі how many немесе what does she do? Ол не істеп жатыр? Ол бізде не дегеніміз what деп аударылады. She makes bread. Ол нан жасап жатыр. This book is yours. Yours mine сөйлемнің соңында келеді. Is she your немесе you cousin? Ол сенің бөлең бе, кузиның ба деп сұрағаны бізде your сенің болады. You дегеніміз жай ғана сен. Сондықтан сенің. Exercise 4. Read and match. Сұрақтардың жауабын тауып сәйкестендіреміз. Where does she work? At our school. Ол қайда жұмыс жасайды? Біздің мектепте. Біріншісі, whose uniform is this? D. It's the police officers. Бұл униформа кімнікі? Ол полиция офицерінікі. Екіншісі, what do you want to be? Сен кім болғың келеді? F. A greengrocer. Үшінші, how many books are there? Бұл жақта қанша кітап бар? Жауабы E. There 10 books. 10 кітап бар. Төртінші, is this your helmet? Бұл сенің шлемің бе? Yes, it's mine. Я, бұл менікі. Бесіншісі, what's in your bag? Сенің сөмкеңде не бар? B. Letters and parcels. Хаттар мен посылкалар. Бесінші тапсырма listening, оны мұғалім өзі қояды, сол кезде жасайсыздар. Алтыншы тапсырма reading and writing. Read, choose and complete. Мына текстке берілген сөздерді дұрыс орналастыру керек. I'm a postman. Мен почтальонмын. I bring letters and parcels болады. Мен хаттар мен посылкаларды тасимын, алып келемін. Екіншісі, I have a big breakfast in the morning. Мен таңертеңгісін таңғы ас ішіп алғанмын. And then I work all day. Look, this is my van. Мынаған қара, бұл менің фургоным. Van дегеніміз. I have dinner in the evening. I eat with all the family. Мен барлық жанұяммен тамақтанамын кешке. After dinner, I watch TV. I always go to bed early. Кешкі астан соң теледидар көремін, одан кейін мен ерте ұйықтаймын, жатамын. Because I'm tired after a long day of work. Себебі мен күні бойы жұмыстан шаршаймын. Келесі бетте бізде reflecting learning for. Бірінші тапсырмасы take your favorite activities in module 4. Ең қызықты болған activity таңдау керек. Мысалы, мен games'ті таңдадым, ойындар. My top favorite activity in module 4 is the games. Екіншісі over to you, read and color. Мына жердегі тапсырманың біреуін таңдап, сол туралы айтып берсек болады. Мысалы, мен talk about profession таңдадым, firefighter. Өрт сөндіруші жұмыс туралы айтамын. Firefighters are brave people. Өрт сөндірушілер, олар өте күшті, қорқпайтын адамдар. They help when there is a fire. Олар өрт кезінде көмектеседі. They drive big red fire trucks. Олар үлкен өрт сөндіретін қызыл фургонды айдайды. Firefighters save people and animals. Олар адамдар мен жануарларды құтқарады. Үшінші тапсырма talk with your friend. Бірінші сұраққа жауап what do you want to be? Мен доктор деп жауап жаздым. I want to be a doctor. I want to help sick people. Doctors work in hospitals. They make people feel better. Екінші сұрағына мысалға what does a firefighter wear? A red suit деп жасақ болады. Firefighter олар қызыл костюм киеді. Ал үшінші сұрақ what does a farmer do? Бұл жерде фермер не жасайды деп жазылған. Фермер көкөністер өсіреді. They are grow vegetables деп айтсақ болады. How can you be safe in the street? Сен көшеде қалай қауіпсіз жүре аласың? Бұл ереже бойынша қалай қауіпсіз жүреміз, соны жазуымыз керек. Телефонсыз, пешеходпен ғана, тротуармен ғана жүреміз деп